құқықтарын қорғау мәселесіне келетін болсақ, әрине ол шетелдегі келген азаматтар жиі кездеседі. Әрине олардың заңсыз Қазақстанда жұмыс істеп, бір жағынан ол кезде мына жұмыс берушілердің де көптеген кінәсі бар. Себебі дейтін олар арзан қол күшін жұмсап, олардың еңбек құқықтарын қорғамай, еңбек қауіпсіздігін сақтамай, тиісті табыс табу үшін сондай іс-әрекетке барады. Әрине сол жерден шетелден келген мигранттар да соны біле тұра, әрине олар да сондай жұмысты атқаруға келісіп отырады. Ең бірінші кезекте осы еңбек мигранттарын бірінші кезекте олар Қазақстан заңсыз келіп, өзінің елімізде заңсыз түрде ресми түрде жұмыс жасамауға әрекет етеді. Осының бәрі осы енді атап өткенде, жалпы біздер биылғы жылы адам саудасына іс-қимыл қарсы зардап шеккен азаматтардың 60-70% осы шетел азаматтары, көбінесе осыған тәуелді. Сонымен қатар ататын болсақ, осы көршілес орталық Азия мемлекеттерінің азаматтары